Сәлем достар, бүгін түсімізде әруақ көрсек не болады, сол жайында айтамыз. Әруақтың түске кіруі ескерту немесе белгі, бір нәрсеге назар аудар дегенді көрсетеді. Көп адамдар маған осы түсімде әкемді немесе шешемді көрсем, міндетті түрде бір жайсыз оқиға болады деп жатады. Жоқ, одан қорқудың қажеті жоқ. Ол ескерту. Басыңнан өтіп жатқан жағдайда әрі сіңе, мұқият, ашуға, қорқынышқа берілмей, сабырмен әрекет жаса. Мен сені демеймін, дейді. Бұл қиындықтан да аман-есен өтіп кететіндігіңізді білдіреді. Яғни қандай жағдай болса да әруақтың кіруі қолдау және қорғау. Марқұмның түске кіруі өткенмен байланыс, есіңде жүрген ауыр сезім немесе аяқталмаған жағдайлар. Әруақ рухани байланыспен де түске енеді. Егер өзіңіздің рухани байланысыңыз бар болса, жиі-жиі кіріп кетуі мүмкін. Ондай жағдайда Құран бағыштап, оған деген ризашылығың бар екендігін, көңіліңдегі не жатқандығын іштей айтып, босатуға болады. Әруақтың кіруі қорытынды, ескерту немесе белгі ретінде, қолдап қорғау демеу ретінде, аманат немесе өтініш ретінде және рухани байланыс. Әруақтардың түске кіруін барлығын жақсылыққа жоруға болады. Тек қана егер әруақтар топтасып көп болып және сені басқа сен білмейтін әлемге тартып жатпаған жағдайдың бәрінде тек жақсылық деп ұғынайық.